Амансыздар ма қазақ елі? Мен Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің мемлекеттік тілді оқыту кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты Әбдікерімова Гүлжан Айдарқызы боламын. Қазіргі таңда ұлы ақын, кемеңгер, ойшыл Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына байланысты Абай шығармаларын насихаттау жұмыстары кеңінен жүргізілуде. Абай атамыздың сөзі бар: адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп дейді. Сол айтқандай, қазіргі бүкіл әлемді індет жайлаған қиын қыстау кезеңде барша адамзатқа, оның ішінде қазақ еліне амандық тілейміз. Таң болайық, нұр болайық, ән болайық, жыр болайық, мәңгі жаса қазақ елім, бар болайық, бір болайық дей отырып, біздің мемлекеттік тілді оқыту кафедрасының профессор оқытушылары құрамының Абай жолы роман эпопеясының Шытырманда бөлімінен оқыған үзінділерін сіздерге жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Шытырманда: Абай Қарқаралыдан келгел бері атқа мініп ел аралаған жоқ. Көбінесе Жидебайдағы ауылда шешелерінің қасында болды. Көктемге шейін күндіз түні кітап оқуға салынып еді. Медреседен қайтқалы кітапқа анықтап оқыталғаны осы еді. Араб, парсы тілін бірталай сөздерін ұмытыңқырап қарайып қалған екен. Алғашқы уақытта Ғабитханның тәпсіріне қарап бірталай ұмытқан сөздерін қайта құрастырып алды. Содан ары мұның қолына түскен әрбір кітап сағынысып жолыққан ыстық, қымбат дос секілді болды. Ғабитхан да кітап оқығыш болатын. Соның кітаптарының ішінен өзін қызықтырған көп асыл дүниелер тапты. Мұнда Фирдауси, Әлішер Науаи, Физули, Шәмси, Бабырлар бар. Жәмшид, Сейітбатталғазы, Мың бір кеш, Табары жазған тарих, Жүсіп Зылиха, Ләйлі Мәжнүн, Бабыр сияқты хикая дастандар да бар болатын. Абайдың бас алмай оқығандары осылар. Аздан соң кешкі астан шайға дейінгі мезгілде Абай кейбір оқып шыққан кітаптарын үй ішіне әдемі әңгіме қып айтып беріп отыратын әдет тапты. Бұған әжесі себеп болды. Қарағым, осының ақыл, ішкен мен жегеніне мәз болып, білімнен де, өнерден де кенде қалып, мойны басы былқылдап жүрген бай балалары аз ба? Осы ала қағазынан айырылма, ұқсама оларға деген болатын. Әжесі кітап қадірін жақсы айтқанға Абай ырза болып, жаңағы сөзден соң күн сайын бір тамаша әңгіме айтатын болды. Шешелер, малшылар, балалар болып, баршасы телміре тыңдайтын. Абай әңгіме айтуға бір түрлі шешен, шебер болып барады. Ғабитхан тіпті өзі оқып шыққан кітаптарды Абай тамсана әңгіме қып айтқан кезде сүйсініп тыңдайтын болды. Бір жаманы жалғыз-ақ көктем болып, мал төлдей бастаған уақытта қызық кітаптың бәрі тегіс оқылып, бар әңгіме айтылып өтіп қалып еді. Күннен бері бұл өңірде күн болмаған. Және қыстың соңғы салқын тынысы сияқтанып, бір суық жел білінуші еді. Сәуір жаңа туды ғой, сәуірдің басы бұлтты суық болатын әдеті ғой деп, қарабас құстың күні қар болатынын айтты. Неге? Сәуір қыстың айы емес, жаздың айы емес пе? Жылда бүйтет деймісің? Жылда сөйтеді. Сәуірді осы жылдызша не дейді? Апрель дейді. Ендеше сол апрелің осы, сәуір болмай, тәуір болмас деп бұрынғылар текке айтпаған. Сәуірдің басындағы суық бітпей, жазда шықпайды деп Қарабас Абайға ай-айдың мәнін айта бастады. Бұл жөнінде Қарабас Атшабарда Абай сезбей жүрген көп білім бар екен. Сәуір бұл айдың арақша аты, қазақша мамыр, одан соң маусым. Абай қазақша ай атының бәрін сұрап, қайта-қайта қайырып жаттап алды. Бірақ сәуір турасындағы жаңағы сөзді алғаш естіген еді. Жазғы салымның ең жайсыз кезін әнеугүні әжесі отамалы деп атап еді. Осы отамалы немене? Не деген сөзі өзі деп Абай соны сұрады. Отамалы көкек айының 11-інде кіріп, 17-сінде шығады. Желсіз, борансыз өтпейді.
қыстың ең соңғы зәрі сонда. Отамал деп атағаны бір байдың Отамал деген қойшысы болған екен. Сол бақыр күн қайрады екен-ау. Көкектің суығы басталған уақытта әлгі қойшы қойды жайылысқа шығармайық, боран болады. Қойдың қыстан титықтап шыққан кезі малынан айласын десе, бай бір діні қатты кәпір екен. Сен тоқшарлық болып алдап тұрсың деп, Отамалды сабап қойды жайылысқа шығартады. Сол күні Құдай көрсетпесін бір қатты боран басталып, тақ 3 күн, 3 түн бар қой ығып кетіп, қырылып қалыпты. Қойдан қалмаймын деп, Отамалы да үсіп өліпті. Көкектің суығы Отамалы атанатыны содан дейді. Әжең бақыр соны біледі ғой, деді Қарабас. Осыдан соң айдың қоғамы деген не, өліаранның мәні не, 42 неден қойылған, Абай осыларды да сұрап, көп қызық әңгімелер естіді. Аздан соң есепшілер жайын есепшінің тәжірибесінде сұрастырып, күн қайырып, есеп айтуға өзің қалайсың? Деп Абайдан сұрады. Қарабас күліп, күнің аз болса күн есепте деген молда. Бірақ қолдан келсе есепші болған жақсы ғой. Мен күн құр қалып жүр екенмін. Болмаса есепшілердің айтқаны аумай келетін жылдарда болады. Бір қатар жол жүріп кеп, 2 салт атты қодар қорасының үстіне шықты. Абай қодар мен қамқаның басына бұрылып құрамық үндемей тұмсырайған күйінде ілгері тартты. Анада көрген қатал суреттер көз алдына дәл бүгін таңертең көрген gibi елестеді. Өзінің сол күні аққан ыстық жасы, қасірет барлығы есіне түсті. Ауылға келіп түскенде Абайдың түсі үлкен кісінің түсіндегі тұмсырайған салты еді. Құлыншақ ауылы әлі қыста екен. Күн жылынған кезде таңнан шығып, қыстау жайынан киіз үй тігіп отыратын әдет болушы еді. Қарашоқыдағы Құнанбай ауылы сөйткенмен, Құлыншақ олай етпепті. Өзін бала көргенмен, Құнанбай жібергенін ескеріп, Құлыншақ Абайды үлкен кісідей қарсы алды. Қонақтар отырып, амандасып болған соң, «Уа, қазан көтер мына қонаққа» деп бұйрық етті. Құлыншақтың 5 қасқа деп атаған 5 мықты ұлы болатын. Олардан қазір Манас қана отыр. Бұл қасқа десе дегендей, еңгезердей екен. Жалпақ маңдайлы, нұр жүзді, балуан тұлғалы жас жігіт Құлыншақтың немересі еді. Үндемей отырып, домбыраны тыңқылдатып тарта қойып, қонақтарға салқын қарап қойды. Үйде әзір тұрған шай бар екен. Манастың келіншегі дастархан жайып шай жасай бастады. Жүзі жұқалау келген, самай шашы жып-жылтыр, қырлы мұрын, қара торы келіншек аса бір тап-таза ширақ көрінді. Бар қозғалысында әдемі сыйластықпен қатар ширақтық бар. Отырған үйіне жылылы, жарастық бергендей келісті әйел. Соның кірген шыққан қимылына қарап Абай, «Құлыншақ аға» деп сөз бастады. Құлыншақ Абайға қарай түсіп, үлкен сары шақшасын тырнағымен сыртылдата қағып отырып, бір кезде қара бұйра Насыбайының 2 танауына құшырлана тартып қойды. Ауылға кеп түскенде Абайдың түсі үлкен кісінің түсіндей томсарған, салқын еді. Құлыншақ ауылы әлі қыстауда екен. Күн жылынған кезде тамнан шығып, қыстау жанына киіз үй тігіп отыратын әдет болушы еді. Қарашоқыдағы Құнанбай ауылы сөйткенімен Құлыншақ олай етпепті. Өзін бала көргенімен Құнанбай жібергенін ескеріп, Құлыншақ Абайды үлкен кісідей күтті. Амандасып отырған соң Абай, «Құлыншақ аға» деп сөз бастады.
Құлыншақ абайға қарай түсіп, үлкен сары шақшасын тырнағымен сартылдатып қағып қойып, бір кезде Көкбері Насыбайын екі танауына құшарлана тартып қойды. Әкем сәлем айтып еді. Сәлемет болсын. Айтқаны, мына жердегі борсық жайы бұрын борсыққа тиісті қоныс екен. Ақберді борсық қыстауын алған соң, қонысы мен өрісін тегіс алдым дейді ғой. Соған былтыр күзді күні қыстауға кірер алдында сіздің ауыл қоныпты. Bir талай отырыпты. Қазір жас шығар, қорасының жаны болған соң тағы қонып жүре ме? Мен ірге тигізбей, күзді күні пішенін шауып алайын дебем. Осыны Құлыншақ маған қиса екен, қонбас екен, деп әкеме өтініш айтыпты. Ақберді оны айтсын, ал әкем не дейді? Әкем, Ақбердінің осы сөзі орайлы ғой, Құлыншақ қонбаса жақсы болар деп, осы сәлеммен жіберді, деді. Қысылған, үркілген де жоқ. Бап пен ем үлкен кісідей айтып шықты. Құлыншақ үндемей, басын изеңкіреп отырып, мырс етті де. Шай іш, кәне, жақындаңдар деп шайға қарай қозғалды. Абай да шай іше бастап, Құлыншақтың жауабын күтіп отыр. Құлыншақ бірер шыны шай ішкенше үндемей, сазара түсіп, бір уақытта Абайға оқыс бұрылды да. Уа балам, әкең осы бетқұдықтың мәні, жөнін ұғып, түбін тексерді ме екен? Борсық отырған кезде мен кезек қоныс етушем ғой. Көгі болса бұрында оруш еді. Қақ бөлісушек қой. Осыны білді ме? Деді. Оны білген көрінеді. Бірақ тегінде меншік бар да, келісім бар ғой, ақсақал. Даусыз иесі борсық еді, соның меншігі еді. Құлыншақ елік жөнімен емес, келісім ретімен үлес алып келген еді. Келіссе, Ақбердімен де соны істер. Тек меншік Ақбердінікі екенін ойласын деді. Аты иесі Ақберді десеңші. Ендеше алдына аты иесі мінетте, артына бізді тілесе мінгізіп, тілемесе мінгізбес. Қыстауымның іргесінде, желі басында жерде тұрса да, бет құдықтан бетті жу десеңші, деп Құлыншақ наразы болып томсарып қалды. Абай Құлыншақтың ренжіген жайын ұғады. Өз басы ренжітейін деп те ойлаған емес. Басында әке сәлемімен келсе де, мұның арты өп-үлкен шаруа жай екен онша бағалаған жоқты. Енді мынандай үлкен, нағыз адамның амалсыз ренішіне қарай өзі айтқан жайдың ауырлығын ұқты. Менің әкелгенім осы бір сәлем. Арғысын өзіміз білеміз. Қайтпек керек. Ақбердіге Құдай бақ берді, деп Құлыншақ ащы бір мысқыл күлді. Абай Құлыншақтың сабырлы сықағына қызығып күліп жіберді. Тартсам деп келген емес, және әке қарызынан бақты. Сондайды шапшаң болжап шыққан Абай жаңағы Құлыншақтың қалжың іле жөнеліп, бақ берген немене, борсықтан қалған аз жерді менікі деп тап берді, деңіз деді. Абайдың бұл мінезіне үй іші тегіс күлді. Шай құйып отырған Манастың келіншегі әсіресе ырза болды білем. Қып-қызыл боп, қатты күліп жіберіп, Абайға жалт етіп қарап тамсанып қойды. Құлыншақ шалқая беріп Абайға: балам-ай, мынау лебізің қандай жақсы еді. Тек осыныңды Ақберді естке етті, деп ырза болып қалды. Абай әкесіне Құлыншақтың көнгенін айтса да, өкпесін айтпады. Тек істеген ісін айтты. Сүйіндік үйіне ерекше көктем нұрын енгізген бір жан бар. Ол Сүйіндіктің қызы Тоғжан. Абай келгеннен бері үлкен ағасы Асылбектің отауына осы үйге бірнеше рет келіп кетті. Сылдырлаған жылқысы әлдеқандай Тоғжанға келер кетерін ашық. Құлақтағы сырғасы, бастағы
жалғыз қызды мен жіп-жіңішке қасында асып қарлығаш қанатының ұшындай үмішкіреп самайға қарай топылдап шіріп шала жеңімен желісіп тоғжан үйдегі сөзге құлақ салса не қымсынса сұлу қастары бір түйіле түсіп бір жазылып толқып қояды. Елбіреп барып түзеткен қанат лебіндей самғап шаршаудың жеңіл әсем қанатындай биікке алысқа мегзейді. Абай көпке шейін тоғжан жүзінен көзін ала алмай ұзақ телміре қарап қалады. Абай әңгімені өз ойлаған жаққа бұрды. Сол менің әкеммен қырбай боп қалған жеріңізді өзіңіз ұғындырыңыз, Сүйіндік аға. Өтінсең айтайын, біле жүр. Сенің әкең мамай ішінде Жамантаймен көңілдес боп жүріп, өкіл күйеу болғанда 200 қой кит киген. Өкіл күйеуі қалай? Өкіл күйеуі шын күйеу емес, тамыр есепті нәрсе. Онда тамыр деп неге аталмайды? Тамырлық құрбылас кісінің арасында болады, ал жас үлкен кісі мен жас жігіт тамырлас десе, кейде осылайша өкіл күйеу боп аталады. Иә, сонымен бертінде сол Жамантайдың баласы Көжекбай өзінің Құлжабай деген кедей ағайынымен жерге таласты. Мырза соған билік айт, жер бөлігін айырып бер деп мен апарды. Мен екі жағының сөздерін ұғынып, өз көңілімше әділдігін топшаладым да, бөлік былай болсын деп жүріп отырдым. Сенің әкең де басы қасында. Арт жағымда Көжекбаймен бірге келе жатыр. Мен бөлікті өз көңіліме сыйған әділетпен бөлмекпін. Байқаймын жүрісім Көжекбайға жақпайды. Тыжырынып жарыла жаздап келеді. Аздан соң мырзаға сыбырлап, жалпылдап айта бастады. Әкең сенің Көжекбайды құп көрді білем. Арт жағынан сыңқ етіп дауыстап, уай алапес, сен қалай жүріп барасың дегені. Мен екі жағына тең би емеспін бе? Ыза боп кетіп, уай тәйір, қойдың бөлігін бөліп келе жатқаным жоқ, Құдайдың бөлігін бөлемін дедім. Деп тоқтап қалды. Иә, сонан соң не болды деп Абай ар жағын тағы айтқызбақ еді. Арғысын қайтесің? Сол шырағым, кетті ғой әйтеуір қым-қуыт, шым-шуыт боп, деп Сүйіндік қолын бірақ сілтеді де айтпай қойды. Абай қып-қызыл болып кетіп, шұғыл ойланып отырып қалды. Шамға қарап қадалып қалған көздерінде сол шам отындай үлкен қызғылт, алыс от маздап тұрғандай. Тоғжан қонақтың мына пішініне енді жай ғана емес, тамашалап, қызығып қарады. Сүйіндік үйінде Абайдың үндемей қалғанына ішінен күліп отырғанда кісі бар. Ол Сүйіндіктің кіші баласы Әлібек. Әлібек Асылбектей емес, ол ожар, тоң мінезді болатын. Енді Абайдың аңырап, дағдарып қалған пішініне қарап, өз ішінен ал тілегенің сол болса қарық бол деп жымиып отыр. Бірақ Абай қатты ойланып қалғанымен жасыған жоқ. Әкесінің төменгі жағынан шешесімен екі ортада отырған Тоғжан Абайға қазір бұрынғыдан да жақындай түсті. Абай бағанадан бері Тоғжанға бет алдынан қараса, қазір көбіне қырынан көріп отыр. Орташа келген қырлы мұрыны енді анық көрінді. Қырынан қарағанда бір түрлі сүйкімді екен. Жұмсақ жұмыр иегінің астында жұқа ғана бір толқындай боп нәзік бұғағы білінеді. Жылтырап таралған шашы қап-қара қалың өріммен ерекше аппақ нәзік мойнына қарай құлап түсіпті. Үлкен демес, кіші демес, әшекей сырғасы діріл қағып, дамыл алмай сілкіне түсіп тұр. Әлденеден белгісіз себептен Тоғжан пішіні қызара түсіп қайта сұрланады. Толқып қайтып тұрған ұяңдық па, басқа ма, әйтеуір өзінше, өзгеше тыныс алып лүпіл қағып тұрған бір сезім бар. Абай көңілі бұл кеште өзгеше бір күшті сезімнің әсеріне толы. Бұрын ғашық жар көп оқыған хикаяларда, көп естілген ауызша әңгімелерде болса, бүгін Абайға ең алғаш рет
кітап емес, әңгіме емес. Өзінің анық, аппақ мүсінімен, күлкісі, қозғалысы, тынысымен сол мен едім, мен мұндамын деп келгендей. Махаббат па? Осы ма? Осы болса, мына дүние, мынау маужыраған, тыныстаған нәзік түн. Бесігі ғой, сол сұлу саздың құлақ күйі ғой, сүттей жарық айлы түн. Таң әлі жоқ, бірақ жоқ екенін білсе де, абай әлдеқандай өзгеше таңды сезеді. Күйік те, үміт те, қуаныш та, азап та бар жүрек таңы. Кеуде толған өзгеше, ыстық, өзгеше жұмбақ, мол сезім. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің мемлекеттік тілді оқыту кафедрасының магистр оқытушысы Ашыралиева Олжан Талғатқызы. Абай жолы роман-эпопеясы 1-ші том шытырманда. Абай төрге қарай қозғала беріп еді. Бір уақытта шегірен шымылдық толқып барып қозғалды да есік жақтағы шетінен шолпы сылдыры естіліп, Тоғжанның әсем бойы көрінді. Қолына бір торғын көрпені алып бері шығып келеді екен. Асықпай, тіпті ақырын қозғалады. Шолпының ендігі сылдырынан өзі қысылған тәрізді. Келіншек Абай жататын төсекті баптап салып болып қалып еді. Тоғжан қолындағы торғын көрпені кеудесіне көтеріп, бауырына қысыңқырап тұрып, келіншекке әдеппен ғана бұйрық етіп, аяқ жағын биіктесеңші деді. Абайға бұл да дәл өзіне ғана арналған өзгеше ықылас сияқты көрінді. Бірдеме айтар еді, айтқысы кеп еді. Бірақ жүрегі лүпілдеп, аузына тығылғандай боп түк сөз таба алмады. Құр ғана қызарып қысылды да сырт киімін шеше берді. Тоғжан ақырын сыпайы ғана кеп, Абайдың төсегіне торғын көрпені жазыңқырап қойды да есікке қарай қозғалды. Бұл түнде таң аппақ болып атқанша Абай бір секундта көз ілген жоқ. Күн шығарда ғана азғантай мызғып алды. Бірақ үй іші оянғанда олармен бірге оянып ерте тұрды. Өңі сұрғылт тартып жүдеп тұрды. Шай алдында тысқа шығып, далада бой жазып жүрген уақытта Тоғжан жатқан үйді ойша іздеді. Сүйіндіктің үлкен үйіне жақын тұрған кішілеу ақ үй бар. Асылбектің отауы болу керек. Содан әрі 6 қанат ақ үй тұр. Кіші үй сол болуға лайық. Тоғжан да шешесі де әлі оянбаған, тұрмаған сияқты. Абайдың бұл ауылдан кеткісі келмеді. Қонағы бар, жылы жүз, жақсы мінез, үлкендердің үйі аса бір сирек кездесетін жайлы ұя сияқты екен. Осы ауылдың туысы жақыны болар мем, сұраусыз келіп, санаусыз қонып, түстеніп кетіп жүрер мем дегендей, бірақ кетпей болмайды. Үйде Сүйіндік пен Абай және Сүйіндіктің бәйбішесі қалған уақытта Сүйіндік Абайдан зере жайын, Олжан күйін сұрастыра отырып, аналарыңа сәлем айт балам деді. Түннен бері үндемеген бәйбіше де Олжанға сәлем айта отырып Айғызды есіне алды. Содан барып Кәмшат есіне түсті. Шырағым-ау, осы анада Бөжекең ұлына жіберген кішкене қыз не жайда? Айғыз бейшара қайтып қиды соны. Жылатып айырып қайтып қана жіберді екен деп, бір жағынан наразы боп сұрастыра бастады. Абай амалсыздан сөйлеп, қысқа ғана жауаптар қайырды. Бәйбіше бұл жөнінде шешіліңкірей бастап, бөжейдің әйелі қатыбас кісі еді. Өзінен де туған қызы көп, күтеді деймісің кішкене пақырды, деп қынжылып отыр. Бөжей бар емес пе? Әйелі ойламаса бөжей ойлайды ғой, неге күтпесін деп Сүйіндік майдаламақ болды. Әй, білмеймін, ауыл аймағымен тегіс ақ айыпқа берген қыз ғой. Малын қимай, жанын қиды ғой айыпқа, десіп, жаман сөздер сөйлейді деп естім. Жас баланы жылатқандары бекерлік болған ғой өзі. Не десе де іштен шықпап еді. Айғыз бейшарада не сөздер жүр дейсің, деп бәйбіше өз-өзінен босаңсып барып жылап жіберді. Екі көзі жасқа толып, қып-қызыл боп, үндемей мұңайып қалды. Анда-санда күрсіне түсіп, тамсанып қояды. Абайға бұл ананың мейірімі,
тіпті бір қымбат адамшылық, шын рахымшылық болып танылды. Жидебайдағы өз үйінде Кәмшат жайы осындай бір айықпас мұң, уайым боп алғанды. Сондағы әжесі мен Айғыз және өз шешесінің осындай көзі жасты, көңілі қаяу болғаны көп шақтарын есіне алды. Бірақ олар Кәмшатты құр сағынып, құр аяғаны болмаса, мына кісі айтқан суық сөздерді естпеген сияқты. Кеше құлыншақта, бүгін мынау ауылда Кәмшат жайын ылғи жетім жандай күндікке, қорлыққа кеткен бейшара әлсіз сорлыдай сөйлейді. Тегін емес ау. Жидебайға қайтысымен әжелеріне осы есткендерін айтып, Кәмшаттың күйін білдіру керек. Әке не десе о десін, бұны істемей болмайды. Абай осыған байлады. Жүрерде тағы да қымыз ішіп, жолға қарсы тоғайып ап, екі жолаушы атқа қонды. Сүйіндік үйінің жанынан үлкендерге қош-қош айтып, рахмет айтып, кетіп бара жатып, Абай кіші үйдің түңлігіне тағы қарады. Түңлік әлі ашылмапты. Тоғжан енді бір көруді ойламаған ба? Тұруға да, көруге де асықпаған ғой. Бала жігіт көңілге алақ қызғын толқын алып, амалсыз тебініп жүріп кетті. Ауылдан алыстан қырап бара жатқанда ең соңғы рет артына бұрылып, кіші үйді тағы да қимай қарап еді. Үй жанында бір әйелдің бойы көрінді. Басына қара шапан жамылған ақ көйлегінің етегі шұбала түскен. Тоғжан сияқты жаңа тұрған ғой, бірақ есіктен шықты да, Абай кеткен жаққа қарамай, әрі қарай көгал дөңге қарай ақырын басып жүріп кетті. Абайдың көңіліне Тоғжанның шолпысы шылдыр-шылдыр етіп, ап-ашық естіліп бара жатқан сияқты. Өз жүрегінің лүп-лүп соққан қатты толқын ырғағы. Біз Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті мемлекеттік тілді оқыту кафедрасының оқытушы профессорлар құрамы үйде Абай жолы роман эпопеясын оқу эстафетасын Қазақстанның басқа да барлық жоғары оқу орындарына жолдаймыз. Кітап алтыннан да қымбат дейді. Ендеше кітап оқиық достар.